Атырауда 17 мамыр 16 маусым күндері аралығында республикалық қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Атырау қаласының патрульдік полиция батальонының полицейлері жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында демалыс күндері, яғни 21-23 мамыр күндері аралығында 701 көлік жүргізушілерін әкімшілік жауапкершілікке тартты. Оның ішінде алкогольдік ішімдік ішкен, масан күйде көлік құралын басқарған 5 жүргізуші, жүргізуші құқығынан айырылған күйде көлік басқарған 5 жүргізуші, жолдың қарсы бағытына шыққан 8 жүргізуші, көлігіне ксенон жарық шамын қондырған 26 жүргізуші, көлік құралының алдыңғы әйнектерін қараңғылатқан 30 жүргізуші, жолаушыларды тасымалдау жүзеге асыру кезінде рейс алдындағы медициналық қарап тексеруден өтпеген 8 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл бағыттағы жұмыстар патрульдік полиция қызметкерлерімен тұрақты негізде жүргізіліп, өз жалғасын табуда.